Армысыздар, құрметті Қазақ медклиникасының көрермендері. Пайдалы айдаршамыз өзінің жалғасын табуда. Бүгінгі тақырыбымыз аллергияны үй жағдайында қалай емдеуге болады. Сол жайында болмақ. Сіздермен бірге мен, Қасен Айдана. Біздің каналға тіркелуді, лайк басуды және де өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Аллергия ағзаның иммундық жүйесінің кейбір сыртқы тітіргендіргіштерге аса сезімталдығы. Мысалы, жан-жануарлардың жүніне, өсімдіктердің тозаңына, түрлі азық-түлікке, химиялық заттарға, шаңға, дәріге, жәндіктердің уына, косметикаға және басқа да заттарға аллергия болуы мүмкін. Ағза кейбір заттарды ағзамызға қауіп төндіреді деп, оларға қарсы антидене жасайды. Келесі жолы сол аллерген әсер еткен кезде ағза қайтадан антидене бөледі. Көзден жас ағу, құсу, қышыну тағы да басқа белгілер ағзаның аллергенге қарсылығы. Бірінші емдеу тәсілі – балдыршөп. Балдыршөп аллергияны емдеуге таптырмас дәрі бола алады. Жарты литр араққа 10 шай қасық балдыршөпті салып, бір апта қояды. Содан соң емдік ретінде күніне 3 реттен сумен езіп 15-20 тамшыдан қабылдайды. Алайда балалардағы аллергияны арақпен емес, судың өзімен немесе әр тамақ ішкен сайын балдыршөпті қосып берсе нәтиже берері сөзсіз. Екінші емдеу тәсілі – тас дәрі, мумия. Тас дәрімен аллергиядан айығу үшін оның жоғары сапалысын таңдап алу қажет. Ол үшін 1 грамм тастарына 1 литр суға салып ерітеді. Жоғары сұрыпты тастары суға салған уақытта еріп шыға келеді. Сөйтіп судың түсі бірден қараяды. Мұндай сусынның 100 мг күнде таңертең сүтпен бірге ішу керек. Ал 1 мен 3 жас аралығындағы балаларға 50 мг, 4-7 жастағы балаларға 70 мг ішуге болады. Тастармен көктем және күз айларында емделген тиімді. Емделуді 20 күнге дейін созуға болады. Үшінші емдеу тәсілі – бақпақ шырыны. Бақпақты үзіп алып, тамырын кесіп тастайды. Сөйтіп бақпақты тазалап жуып, ет тартқыштан өткізеді. Сосын оны матаға салып, шырынын сығып алу қажет. Алынған бақпақ шырынын сумен араластырып, кішкене қайнатады. Осылайша дайындалған шырынды таңертең және түскі уақытта тамаққа дейін 20 минут бұрын 3 қасықтан қабылдауға болады. Әйткенмен бақпақ кейбір адамдарға аллергия беруі мүмкін. Сол үшін де бірінші күндері бір ас қасықтан қабылдап көру керек. Емделу уақыты 1,5 ай. Төртінші емдеу тәсілі – ит ошағанмен емделу. Ит ошағанмен аллергияны емдеу ұзаққа созылады, бірақ түбінде бұл аурудан айықтырады. Ит ошағаннан дайындалған тұнбаны тек жаңа дайындалған кезінде шай мен кофенің орнына ішіп отыру қажет. Оны дайындау үшін ит ошаған шөбін 20 минут дәмдеп қояды. Сол кезде дәмделген шайдың түсі сарғыш тартуы керек. Емделу уақыты 1 жыл. Бесінші емдеу тәсілі – ит тікен. Аллергияны ит тікенмен қайтару үшін бақпақ пен ит тікен тамырын алып, екеуін де езеді. Сөйтіп 3 стакан суға 2 ас қасық шөптердің қоспасын араластырады. Бұлайша дайындалған тұнбаны 1 түнге қалдыру керек. Ал таңертең тұнбаны 10 минутта қайнатып, суытыңыз. Сосын жарты стаканнан тамаққа дейін күніне 4-5 рет ішуге болады. Сонымен қатар Қазақ медклиникасының лабораториясында аллергияға арналған тек табиғи шөп дәрілерден жасалған дәрісін ұсынамыз. Қазақстанның барлық қаласына жеткізу бар. Осымен пайдалы кеңесіміз аяқталды. Сіздердің игіліктеріңізге жараса, біз өте қуаныштымыз. Біздің каналға тіркелуді, лайк басуды және де өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі тақырып қандай болмақ, ол сіздің пікіріңізге байланысты. Көріскенше сау болыңыздар.